Баршаңызға сәлем, сіздермен тілдеспек жоқ, және оның жүргізушісі мен, журналист Әсем Жапишева. Бастамас бұрын сізден сүйінші сұрап, жақсы жаңалықтармен бөлісейін. Коронавирустен тесттен өттім, менен ол ауру табылмады. Сөйтіп, мен ауруханадан үйге карантинге қайттым. Сізді де сол бәледен аулақ, сау болуыңызды тілеймін. Сонымен әлем бойынша коронавирус пандемиясы жалғасуда. Барлық елдердің үкіметтері халқына көмектесу шараларын енгізуде. Солардың ішінде Қазақстан да бар. 42.500 теңге туралы мен өткен шығарылымда айтқан болатынмын. Енді оның толық шарттары да белгілі болды. Сонымен бірге кеше 7-20-25 және баспана хит тұрғын үй бағдарламасына өзгеріс енгізді. Кеше маған келесідей хат келді. Әсем, сәлеметсіз бе? Менің есімім Арайлым, Астана қаласының тұрғынымын. Соңғы кезде желіде барлық банктер кредит және ипотека бойынша отсрочка беріп жатқанын естіп жатырмыз. Тіпті баспана хит және 7-20-25 бағдарламаларда отсрочка беріпті. Бірақ ол ертең қалай алдымызға шығады екен? Кредиттік историямыз не болмақ? 90 күннен кейін бәрібір сол ақшаны төлейміз бе? Осы туралы халыққа нақты ақпарат тарата аласыз ба? Рахмет, ісіңіз алға бассын. Арайлым, сұрағыңызға көп рахмет. Алдымен 7-20-25 бағдарламасынан бастайын. Шынында да ұлттық банк ел азаматтарына 7-20-25 және баспана хит тұрғын үй бағдарламалар арқылы алған ипотекалық қарыздарын 3 ай төлемеуге рұқсат берді. Ипотекалық несиені өтеуге жариялаған 90 күндік мораторий борышкердің қарыз жүктемесін уақытша жеңілдетеді. Уақытша жеңілдетеді. Сіз дұрыс түсіндіңіз. Ипотекалық несиені 90 күн төлемеуге болады. Алайда 3 ай төленбеген ипотекалық қарыз 3-күйлі жоқ болып кетпейді. Ипотекалық қарызды қайтару мерзімінің 3 айға шегертілуі борышкерді банк алдындағы міндеттемесінен босатпайды. 90 күн өтелмеген ипотекалық несие қарыз алушының мойнында төленбеген қарыз болып тұра береді. Бұл ерте ме, кеш пе қарыз алушы 3 ай төленбеген ипотекалық қарызын қайтарады деген сөз. Ұлттық банктың хабарлауынша 90 күн төленбеген ипотекалық несие айыппұл мен өсімпұл есептелмейді және борышкердің бірінші кредиттік бюродағы несие тарихына қара таңба түспейді. Банктер қарыз алушыларды қолдау үшін барлық шараларды қабылдауға және олардың мәселелерін жеке-жеке шешуге тиіс. Төтенше жағдай кезіндегі қиын ахуалға тап болған қарыз алушылар банктермен бірлесіп төлем бойынша ақы төлеуді ыңғайлы тетігін әзірлеп шығарады деп хабарлады ұлттық банк. Белгілі болғанда ипотекалық несиені 90 күн төлемеу мерзімі 2020 жылғы 16 наурыздан басталады. Сізге 7-20-25 және баспана хит тұрғын үй бағдарламасы бойынша ипотека болса, қайда хабарласу керек? Қазақстанның орталық қоры акционерлік қоғамының сыртқы байланыс қызметі мамандарының мәлімдеуінше 7-20-25 және баспана хит тұрғын үй бағдарламалары бойынша Центркредит, Сбербанк, Фортебанк, Жусан банк, АТФ банк, Халық банк, Банк РБК, Еуразиан банк сынды екінші деңгейлі банктер несие рәсімдейді. Борыш жүктемесін жеңілдеткісі келген азаматтарға ипотекалық қарыз алған қаржы ұйымына кол орталық ресми сайт арқылы онлайн хабарласуға немесе банк бөлімшесіне арнайы баруға болады. Банк пен клиент мәселенің мән-жайын анықтағаннан кейін ғана нақты шешім қабылдайды. Қазақстанның орнықтылық қоры сыртқы байланыс қызметінің мамандарының сөзінше 7-20-25 және баспана хит тұрғын үй бағдарламаларының қатысушылары ипотекалық несиені 90 күнге төлемеуге жаппай өтініш бере алады. Бұл үшін қаржылық қиындыққа тап болғанын дәлелдеудің қажеті жоқ. Ескерте кетейік, ұлттық банк таратқан хабарламада төтенше жағдай кезіндегі қиын ахуалға тап болған қарыз алушылар деп нақтыланған. Қазақстанның орнықтылық қоры сыртқы байланыс қызметінің мамандары тағы да айтуынша, мүмкіндігі бар борышкерлер ипотекалық қарызды 3 ай төлемеу туралы шешімге қарамастан қарыздарын қайтара берген дұрыс. Себебі қазір қайтармаған қарызды кейін қайтару керек болады. Ипотекалық несиені 90 күн төлемеген қарыз иесіне 3 айдың қарызы жиналып тұрады. Оны бөліп төлеу арқылы қалайда қайтару керек. Яғни ипотекалық қарыз кешірілмейді, тек төлеу мерзімі ұзарады. Азаматтар осыны түсінулері тиіс, деді Қазақстанның орнықтылық қорының қызметкерлері InBusiness.kz порталына. Естеріңізге сала кетейін, бұған дейін тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Қазақстан ипотекалық компаниясы және Бәйтерек Девелопмент акционерлік қоғамы жеке және заңды тұлғаларды
3 ай ипотекалық қарызды қайтарудан босатты. Ал мемлекеттік бағдарлама емес жай банкілерден ипотека алғандар 3 айға төлемнен босатылады ма? Мен бірқатар банкілер, соның ішінде Халық банкіне хабарластым. Ондай мүмкіншілік туралы әзірше ешқандай жаңалық жоқ көрінеді. Одан басқа қандай көмек көрсетіледі? Үкімет тегін азық-түлік таратуды бастаймыз дегенде хабар таратқан болатын. Мемлекет тарапынан тегін азық-түлікті кімдер ала алады? Біріншіден, АЭК алатын аз қамтылған отбасылардағы 6 жастан асқан балалар. Екіншіден, карантин ошағы болып жарияланған аймақта тұрып жатқандар. Барлық жастағы бірінші және екінші топ мүгедектері көп балалы отбасылар, мүгедек балаға қарап отырған ата-аналар. Ал енді тағы бір жиі қойылатын сұраққа көшейік. 42.500 теңгені кімдер ала алады? 42.500 теңге көлеміндегі төлемді төтенше жағдайға байланысты жалақысы сақталмайтын демалысқа жіберілген қызметкерлер ғана ала алады. Оның шарттары қандай? Біріншіден, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төтенше жағдай енгізілгенге дейін өткен жылы кемінде 3 ай уақытындағы салымдар. Екіншіден, тек орта, шағын немесе микробизнес. Оны алу үшін не істеу керек? Жұмыс беруші жұмыспен қамту органына хабарласып, қызметкердің кірістен айырылғандығын растайтын құжаттар пакетін ұсыну керек. Бұл біріншіден қызметкерлердің тізімі, екіншіден жалақысы сақталмайтын демалысқа кету туралы бұйрықтар. Ақша тек төтенше жағдай кезінде ғана төленеді. Сонымен қатар, төтенше жағдайға байланысты жұмыстан босатылған қызметкерлер жоғалған кірістің 40% мөлшерінде төлемдер ала алады. Ол үшін қызметкер жұмыссыз ретінде тіркелуі және жұмысынан айырылу үшін әлеуметтік төлемдер тағайындау туралы жұмыспен қамту орталығына өтініш беруі керек. Төлемдер автоматты түрде жасалады. Достар, міне министр Дәурен Абаевтың нұсқауы осындай. Ақшаны тікелей қордан немесе жұмыс берушіден қалай алуға болатындығы туралы әлде сұрақтар жауапсыз қалды. Бір белгілісі, сіз уақытыңызды босқа жібермей, қазірдің өзінде бастығыңызға барып қажетті құжаттарды жинасын деп ескертіп қойыңыз. Ал бүгінге бізге осы карантин немесе төтенше жағдай туралы сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жіберіңіздер. Бәріне жауап беруге тырысамыз. Бізге бүгінге осы. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыз.